Бала кезім. Бейберекет тіршілік жайлы түсінік жоқ бейқам балалық қой баяғы. Бесіншіні сыныпты тамамдап, алтыншыға көшер жылы жазда болды бұл уақиға. Шілденің шіліңгірі кеш түсе саябырсып, үйдегілер қонақшылап ауылдың арғы басындағы нағашыларға кететін болды. Мен қалам деп шештім. Себебі әкеме еліктеп газет құмарлыққа берілген кезім. Маған қызығы біздің оңтүстікте қаптап шығатын коммерциялық баспасөздер. Соның ішінде жастанып оқитыным ытылсым дүние. Аяқсыз газетімді тауысқанша кеп қалар деген әке шешемді. Оқып отырып тосын әрі өзіме тәп тәуір қызығушылық тудырған мақалаға тап болдым. Онда егер қандай да бір мақсатта сайтан шақырғын келсе, қараңғы бөлмеде шам жарығымен айна алдында шашыңды тарасан. Ол ғайыптан саған көрінетіні жайында жазылған. Әрі қарай тақырып аясында бір шулы оқиға баяндалып жатқан. Кенет электр жарығы сөніп қалмасы бар ма? Оқиғаның аяғын оқып бітпей тыншымайтынмен, кіреберіс бөлмедегі советтен қалған шишалы шамды тұтатып бастапқы отқан бөлмеме аяңдап келе жатқам. Қызықтың көкесі осы тұста болды. Қыздармен хат алысып, ересектерше шаш қоя бастаған шақ қой. Кіреберіс бөлмеде қабырғалық айна, оның алдында тарақ міндетті түрде тұратын, әрі кіріп шыққан сайын шаш тарау күндегі әдетке айналған. Шартты рефлекс деген құрғырың рас екен, қапелімде ешқандай секемсіз қолымдағы шам жарығымен айна алдына бардым да шаш тарай бастадым. Кенет әлгінде ғана оқылғаным ойыма сап ете қалсын. Қараңғы бөлме, қолымдағы шам жарығы, айна алдында шашын тарап тұрғанмен, арт жағымнан елес сұлба аңғарғандай бастады. Әжем үйреткен азды көпті кәлима білетімін. Тіл келсейші, сіресіп қаттым да қалдым. Сайтан ба, әлде басқа тылсым күш иесі ме екен, дөп басып айта алмаспын. Бірақ кейін сол бейнені қорқынышты көркем фильмдерден анық ұшыратқан. Тіпті соның өзі қайта келгендей шошығаным бар. Қимыл байқалады. Маған таяп келе жатқандай, дәп сол тұста сіресіп қозғалыссыз қалған қолымнан шам жерге құлап қирап қалсын. Тұра жүгірдім сыртқа. Сол жүгіргеннен шақырымға жуық трассадан бір-ақ шықтым. Адамдар жүр екен. Аула жұмыстарын жалданып жасайтын Көля ағаны ұшыраттым да қасына жайғастым. Сұп-сұр боп кеткен келбетіме бір қарады да: «Что случилось?» деді. Орысшалап айтып түсіндіре алмасымды ұға қойдым да «не надо» дей салдым. Арағын сіміріп отқан дед Кәле жалба-жалба шашымен айнадағы сұлбаға ұқсаумен тағы да есімнен тандырды. Ертесі әжем қолымнан жетелеген бойда тәуіп қатын аталып кеткен Күлбике шешеге алып барып дем салдырды. Шешей пері ғой, балаларды арбаушы жасы 250-лер шамасындағы жас пері. Ештеме етпес, дем салдым. Ендігәрі ондай газет оқушы болма деп шығарып салды. Ал әжем жиюлы газеттердің барлығын алды да отқа өртеді, түсіме кіріп әлі күнге мазалайтын шешей айтқан періге кейіннен үйреніп те кеттім. Кәлимамды 3 қайтара оқып ұйқыға аттанам, ол айна алдынан үнемі көз тастап қарайды да тұрады. Достар, видео ұнаса лайк басып арнамызға жазылып қойыңыздар.